Sizin qozg'aydigan taqdirimiz ziyolilar және islom jangida bo'lgan o'zlarimizga belgili жалпы заңнамалар болсын, оның алдындағы шешімдер болсын, бер жағындағы дәлелшіл реформатор істер болсын, одан кейінгі алаш көсемдері болсын, барлығы мұсылманшылықтан артта болмаған. Шәкәрімнің үш-анық еңбегі, мұсылманшылық тұтас еңбегі, Ыбырайдың мұсылманшылық шарты еңбегі, немесе Абайдың қара сөзі, әсіресе 38-ші қара сөздің барлығы исламмен тығыз қайнасқан, бітер қайнасқандығын баршамыз білеміз. Жалпы қазақ даласында үлкен ислам ғұламаларда өмір сүрген. Мысалы, Ас-Сығнави деген атты ғалым өмір сүрген. Әт-Тәсбих фи шархи тамһид деген атақты еңбегі бар. Ақидаға қатысты, оның фиққа да қатысты еңбегі бар. Мысалы, Ханафи кітаптарының ішінде Хидая деген кітап бар. Муътамад кітап деп айтамыз. Яғни Ханафи мазһабының сенімді, нақты дерек көздері болып табылатын кітаптар. Мысалы, Далая кітап бар, Хидая бар, Бағия деген авторы, Далая Кәсәни авторы, сосын Ибн Абидин еңбектері бар. Нури бар. Осы төрт еңбек біздің алғашқы Ханафидің мықты еңбектері болады. Қандай еңбек өте берекетке бөлінген, мәтіні Алла тағала керемет берекеге берген болса, ғасырлар өткен сайын оған шарықтар, поптование жасалына береді. Ондай кітаптар бізде көп. Мысалы, Тахауидің ақидасына қанша ғалым шарақ жасаған. Ешкім оған жасаймаған деп, сен неге жасай бересің оған деп. Өйткені бұл Тахауидің мәтініне Алла бір береке беріп қойғанда, ол берекесі өз уақыт өткен сайын көріп тұрады. Мәтіннің өзінде бір береке бар да. Ол жай ғана трактат, жай ғана доктрина емес та, жай ғана еңбек емес. Алла бір береке берген еңбек та. Тура сол секілді бұл Хидая кітабы Ханафи мазһабынан береке берген еңбек та. 60-қа тарта бүкіл әлемде шарх жасалған. Сол 60-қа тарта әлемдегі ең керемет, өте жоғары ғылыми деңгейде және кез келген адам болса, басқа шарықта ашылмаған бір нәзік сырлар ашыла беретін еңбекті осы Сығнави жазған. Бұл жаңа болған жақта өмір сүрген кісі. Қожа Ахмет Яссауи бабамызды аттап кете алмаймыз. Диуанул Хикма еңбегінің нақты әлі қолжазба кезіндегі нұсқасы өкінішке орай бізде жоқ. 4 түрлі нұсқа бар, бірақ қайсысы екендігі нақты әлі белгісіз. Бірақ Бетургенмен қай нұсқаны алып қарасақ та, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың діни деңгейі өте жоғары болғандығын білеміз. Қазіргі қарапайым дінді практикада ұстанатын бізді бөліп, практикада ұстанбайтын адамдарды бөліп, практикада ұстанатын біздің өзіміз Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың еңбегіне бөле алмаймыз. Өте терең жазылған, көбісіміз оқып түсіне алмаймыз. Оның деңгейінің өте жоғары болғандығында болады. Оның жаңағы Ибн Хаджар Асқаланидың баласына жазып берген Булуғул Марам деген еңбегін қазір бізде әлемде араб мемлекеттерінің өзінде адамдар докторлық диссертация қорғап жатыр ғой. Ибн Хаджардың баласына жазып берген еңбегі. Тура сол секілді бізде Қожа Ахмет Яссауидің еңбегін оқығанда өзіміздің әлі діни түсінікте өте бала екендігімізді білеміз. Әсіресе осы намысқан кісілер кейде бір бәрін оқып тастаған секілді, бәрін біліп тастаған секілді, біз сырттағы кісілер ғана уағыз тыңдасын, солардың еңбек оқысын деген секілді өзіміз сезініп қаламыз ғой. Ал шынту айтында біз ол ғалымдардың қасында әлі көптеген нәрсе түсінбейтін, барлық нәрсе бетінен ғана оқып жүрген адам екенін түсініп қаламыз. Сол себепті ұлттық тәрбиеде осы біздің қазақшылықпен байланыстыру өте маңызды. Қазір діни ортаға сын көп. Кейбір сындар әрине орынсыз болмайтын сындар. Бірақ кейбір сындар орынды сындар. Олар дәстүрден алыс, олар шекара дегенге мән бермейді, тәуелсіздікке мән бермейді, олар ұлтқа мән бермейді деген секілді сын бар. Ондай сын бізге айтылмау керек. Дәстүр де біздікі, дін де біздікі, әдеп де біздікі, еңбектер де біздікі, өмір сүрген бабалардың еңбектерінің бәрі бізге қатысты деп, біздер бүкіл негізгі құндылықтардың бәрін барлығын жұмып тұруымыз
керек. Әйтпесе басқа халықтар басқа жаққа кетіп қалса, бізден кейінгі өскелең ұрпақ оларға еріп қалады да, бізден алшақтап қалады. Біз ешқандай алдағы болашақтағы ұрпақтарға біз керемет кемел дінді тастап кетуіміз керек. Алла разы болсын.